Барлығыңызға сәлем, бізбен бірге Жасыбайға барып келіңіздер. Осындай влог, бірінші ауылда бір үйде жиналып алдық та, заттарымыздың бәрін багажникқа салып, шықтық жолға. Жолға шықпай тұрып, осылай күшті летний кухняда күшті шай ішіп алдық. 7 машина болып жолға шықтық. Замечательное средство подавать милостыню писем. Катон қарағай орсақ вообще аузымызда шылатшамыз. Сабынды көл. Жол, в принципе, нормально, бірақ Қаныш Сәтбаев деген ауылдың жанындағы жол, это вообще ужас. А так нормально. Это палатки. Екі киіз үй мен екі номер снимать еттік. Негізі жақсылап іздесе, одан да күшті условиялар мен күшті жерлер тауып алуға болады. Ертерек бронируйте. Сені неге біреу видит? Да, Көлге бір шомылып шығып, басқа да достопримечательности көруге шықтық. Мына жақта кәдімгідей Милканың рекламасын болып отыр ғой. Қараңдар, кайф. Сосын Торайғыр деген жерге келдік. Ауыл да өз көлі де күшті екен, еще таулары да күшті екен. Прям ұнады бізге. Мені осы тау прям күшті әдемі. Поймали. Қайтар жолда Сабынды көлге шомылдық. Жасыбайдан қарағанда Сабынды көл бізге больше ұнады. Жалпы демалыс бізге ұнады. Келесі жолы Сабынды көл жағасына келеміз деп ойлаймыз.